21 milyonнан асты. Қазақтың санын 10 қоя тұршы, орыстың сандарын айтшы одан. Сен басың істемей ма, Нүркен? Сен мынандай далаға қуып тұрғанда әлемде тап қазір қандай жаңалықтар болып жатқан білесің бе сен? Кубаның жарты халқы жарықсыз отыр, Нүркен, майшаммен. Колумбияның білім министрі өзінің президентінің қабылдауында отыр, қазір тап қазір, Нүркен. Қараңғы бөлмеде педиди өкініп отыр, не істедім деп мен. Сен Нүркен өзіме, ойлайсың ба, қандай командаға қарсы ойнап жатыр білесің бе сен? Қандай команда? Біз харизманың командасына қарсы ойнап жатыр. Білем ғой харизма екен. Не ал харизма деген? Әмударияның бойында ескі қала. Ол харизм, Нүркен басқа. Міне, қазылар алқасынан Марат Досаев ағамыз келіп отыр. Бұл кісі білесіңдер ма? Интервьюінде өз-өзін қалай таныстырып жүрген? Міне қара. Мен білшесін білесің ба? Сақал, мұрт, грим қойса, Абай Құнанбаевтан аумайтын адам. Енді ойла жігіттер, үстінде шапан, ішінде худи. Қара сөз жазылмаған жайында жатыр. Желсісінде толық айып. Сәуле суда әрекелдеп. Мәке, сіз егерде Абай болсаңыз, оны мына Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы бетіп басталатын сияқты. Бірінші том, бірінші абзац. Абай тапа-тал түсте стримге кіргенде деп басталады. Одан кейін араға жылдар салып, гүлдей жайнап, Дана Нұржігіт ханым келіп отыр. Біз сіз туралы ештеңе іздемедік. Өзі алдымыздан шықты. Мынандай бір-екі фотоны ұстап алдық сіздің. Не енді мынау Дана ханым? Суточный квартира беретін апайлар қысап не енді? 800 теңгеге музиктардың шашын алатын апай қысап не енді мынау? Мына бір фотоңыз. Астанаға көктем кеш келеді дейтін фильмде бір компанияға басында сылақшы болып кіріп, сосын сол компанияның директоры болып кететін апайлар қысап.